Біздің келесі істейтін нәрсеміз бұл әр сату менеджеріне жалпы сатылымнан 5% комиссиясын есептеу. Бұл қарапайым калькуляция. Ол үшін біз теңдікті теріп, итаво, яғни 4.90-ның жиынтық сомасын басып, көбейтуді теріп, 5%-ді басамыз. Енді дұрыстығын тексеру үшін Enter-ді басыңыз. Бұл біздің бірінші сауда менеджері Амирдің 5%-ық комиссиясы. Сонымен бұл өте жақсы болды. Енді біз бұл есептеуді барлығына қайталағымыз келеді. Ол үшін толтыру тұтқасын қолдана алатынымызды білеміз. Сондықтан біз төменге сүйреп апарамыз. Міне қараңыз, бізде қате пайда болды. Сұрақ, неге бұлай болды? Келіңіздер, қайтып оралып, екінші ұяшықты қарастырайық. Сонда сіз F5 көбейту J2 дегенді көре аласыз. Ал біз негізінен J1-ге көбейтуіміз керек. Неліктен Excel бұлай жасады? Оны түсіну үшін біз бір қадам артқа шегініп, салыстырмалы сілтемелер туралы аздап сөйлесейік. Формулаларымызды көшіргенде біз оның жұмыс істегеніне өте қуанышты боламыз. Бірақ Excel бағдарламасының қалай жұмыс істеп жатқаны туралы ойланбаймыз. Бұл ұяшықта біз F4 көбейту J1 деп тергенде, Excel мұны менің сол жағымдағы төртінші ұяшықты менің үстімдегі үшінші ұяшыққа көбейт деп түсінеді. Сондықтан біз оны бір қадам төменге көшіргенде, Excel менің сол жағымдағы төртінші ұяшықты менің үстімдегі үшінші ұяшыққа көбейтіңіз дейді. Негізінен осы салыстырмалы ұяшық сілтемелері Excel бағдарламасын керемет күшті программа етеді. Бірақ біз бұл жағдайда формуланы көшіргенде кедергі келтіретінін көрдік. Сонымен біз қандай шешім таба аламыз? Бәрін қолмен жазу ма? Жоқ, олай емес. Бізге көмектесетін нәрсе абсолютті ұяшық сілтемесі деп аталады. Қысқаша айтқанда, біз Excel бағдарламасына J1-ді енгізгенде сол ұяшықты құлыптауды сұраймыз. Осы әрекет абсолютті сілтеу ұяшығы деп аталады. Біз мұны қалай істейміз? Ол үшін жай ғана J1-ге доллар белгісін қою керек. Және ол үшін бізге көмектесетін F4 пернесі бар. Сонымен мен алдымен J1-ді теріп, содан кейін бірден F4 түймесін басамын. Доллар сізге автоматты түрде салынғанын көресіз. Кішкене абай болыңыз. Егер сіз F4 пернесін бірнеше рет бассаңыз, сіз аралас ұяшық сілтемелер деп аталатын нәрсені алғаныңызды байқайсыз. Біз бұларды кейінірек қарастырамыз. Бірақ әзірге сізде $2 тұрғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін Enter пернесін басыңыз. Есептеуге оралыңыз, көшіру үшін 2 рет нұқыңыз. Және бұл жолы көшірме тамаша жұмыс істейді. Егер мен екіншісін тексерсем, онда F5 көбейту J1 деп жазылған көресіз. Сонымен біз J1-ді тиімді түрде құлыптадық. Сондықтан толтыру тұтқасын қолданған кезде J1 өзгермей орнында қалады. Мұны біз абсолютті ұяшық сілтемелер деп атаймыз. Енді осы аптаның соңғы бейне материалын қарастырайық.